Сәлем достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей Сұлтан. Бұл екінші сабақ, яғни 1-2 деп қояйық, өйткені бұл 1Б. Сол сабақтың үй жұмысын сіздерге берейін деп отырмын. Бірінші соны өттік 1Б-ні, енді соның үй жұмыстарын беремін. Бұл сабақта біз мемлекеттер жайлы өттік, соған байланысты мына жерде қараңыздар. Бірінші тапсырма орындаймыз. Қараңыздар. Бұл неге байланысты? Сөздік қорға байланысты. Сіздер жаттауларыңыз керек болған, жаттаңыздар. Сосын мынаны орындаған кезде оңай болады. Бұл жерде complete the crossword дейді. Crossword өздеріңіз сезіп тұрсыздар, көріп тұрсыздар. Crossword, кәдімгі crossword. Crossword міне осы сөзден шыққан ғой. Мынаны толықтыруымыз керек, сөздерді жазуымыз керек. Сөйтіп біз crossword толықтырамыз. Мына clues дегеніміз не? Clues across. Clues across. Яғни мына осы түзу сызықтың бойындағы, горизонтальный сызықтың бойындағы подсказкалар дейді. Подсказкалар, яғни сізге жеңілдік, не подсказкалар, короче говоря. Ал clues down дегеніміз ол төмен қарайғы подсказкалар. Мінекей. Сіз мына 3 суретті қарайсыздар да, тек қана осылай горизонтальный толтырып шығасыздар. Мынау астындағы 3 суретпен сіздер былай вертикальный толтырып шығасыздар, төмен қарай. Үстіден төмен қарай, мыналар солдан оңға қарай. Болды. Мысалы, Бразил берілген біріншісі. Көрдіңіздер, солдан оңға қарай. Бразил жазған. Ал қалғандарын өздері бас әріптері берілген, өздеріңіз толықтырыңыздар. Так, екіншісі, осында орындаймыз. B-ді, complete the sentences with the country. Мемлекетті жазып, толықтырасыздар. Мысалы, she's from London. Ол Лондоннан. She's from England. Яғни мемлекетті жазамыз. Қатты қиын емес деп ойлаймын. Сөздердің бәрін жаттап алсаңыздар. Так, бұл жерде енді кішкене грамматикаға байланысты, бұны да орындаймыз. Не дейді? Complete the sentences. Сөйлемдерді аяқтаңыз дейді. Суретке қарайсыз, сөйлемдер жазасыз. Мысалы, суретте мынау әйел тұр. Әйел болғаннан кейін she'ді қолданамыз. Қыздарға, әйелдерге she'ді қолданамыз. Ал мына жерде зат тұр, оған itті қолданамыз. He, she, itті өттік қой біз енді, иә? He, she, it. She's from the United States. Тек қана he, she, it'тің біреуін ғана қойымыз керек мына жерде. Болды. Және be-істігін қосып отырамыз әрине. She is, he is, it is, she is. Мысалы мына жерде he is from Saudi Arabia болады. Ары қарай айтпай қойын, өте оңай, өздеріңіз істейсіздер. Complete the dialogues with s. Так, мына жерде apostrophe s, is, isn't дегендерді қойып, диалогты аяқтаңыз дейді. Бұны біз қалай жасаймыз? Мен жаңа сабақты қайталап қарайсыздар. Ол жерде мен грамматика бөлімінде көрсеткен болатын қай жерде апостроф, қай жерде қысқарта аламыз, қай жерде қысқарта ала алмаймыз деген сияқты. Қай жерде isn't болады, қай жерде is not болады, соның бәрін мен түсіндірген болатын. Соған байланысты қарап істейсіздер. Is Paulo from Portugal? Ол Португалиядан ба, Паула? No, he isn't. He is from Mexico. He is from Mexico. Қалғандарын сөйтіп толтырып шығасыздар. Қатты қиын емес. Мынаны орындаймыз, бәрін орындаймыз, достар, хорошо? Мүмкіндігінше бәрін орындаймыз. Мынақта сұраулы сөйлемді құрастырамыз бұл тапсырмада. Содан кейін астына жауап береміз. Жауапты біз жақшадан алып жауап береміз. Мысалы, біріншіде берілген Justin Bieber from Canada. Сөйлем дұрыс құрастырылмаған толық. Соны толық құрастырамыз. Is Justin Bieber? Неге is? Өйткені Justin Bieber ол. Ол, яғни he, she, itқа біз is қолданамыз. Бұл дәл қазір he болып тұр. From Canada. Ол Канададан ба? Yes, he is. He is from, дейміз да, Ontario. Міне. Келесті дәл солай. Сөйтіп құрастырамыз. Қатты қиын емес, достар. Ең бастысы сабақты дұрыстап толық қарап шығыңыздар. Так, circle the word with a different sound. Бұл жерде оқылымға байланысты. Мысалы, fish деп оқылады. Қазір естеріне сақтап алыңыздар. Fish, phone, egg, Енді Brazil, fish, Brazil. Дыбысталған ұқсайды. England. Ал China деген кезде I болып кетті, ол келмейді. Сондай сөздерді біз қосып қоюымыз керек. Phone, hello, photo, two. Өздеріңіз сезіп отқан шығарсыздар.
Бұл тапсырмада сіздерге сұрақ қойылатын болады. Аудио файл тыңдаған кезде соған логикалық тұрда қайсысы жауап дұрыс келетінін таңдап отыруларыңыз керек. Яғни бұл сіздердің тыңдалым бөлім, яғни listening, ағылшын тілін восприятие дейді ғой, соны жақсартатын болады. Әдеттегідей мына сөздерді де жазып алып жаттайтын боласыздар. Міндетті түрде жаттап жүріңіздер. Так, бұл мен үй жұмысы аяқталмайды, келесі алфавитке де қатысты. Так, бірінші тапсырманы орындаймыз. Circle the letter with a different sound. Басқа дыбыспен дыбысталатын, яғни өзгеше дыбысталатын әріпті қосаңыз. Неге ай қосылып тұр? Өйткені D деп оқылады, I деп оқылады, V деп оқылады, бірақ ай. Сондықтан ол өзгеше. I, L, N, X. Көріңіздер ғой, үшеуі бірдей оқылады да, бірақ мына I болып басқашалай оқылады. Сондықтан оны қосаймыз. Қалғандарын өздеріңіз істеңіздер. Оны қалай істейміз? Сабаққа қайтып ораламыз, алфавитті қараймыз, қалай дыбысталатындарын, аталатындарын. И осы сабақты, осы тапсырманы орындаймыз. Мына жерде label the pictures, classroom. Бұнда өткеніміз сыныптың ішіндегі сөздік қор, сөздер, қандай сөздер қолданылады. Board, тақта, laptop. Дальше өздеріңіз істеңіздер. Жазып шығуымыз керек. Мына суреттерді астында label the pictures дегеніміз, соның атын жазып шығыңыздар деген сөз ғой. Бір сөзбен айтқан кезде. Complete the classroom expressions. Сыныпта қолданатын сөз орамдарын, фразаларды аяқтаңыз дейді. Біріншісі берілген, can you repeat that please? Мұны қайталай аласыз ба? Оның бәрін өткеніміз сабақтың ішінде, соны алып, осы жерге қоямыз. Мына сөздерді алып, толықтырамыз. At the board, please. At the board, тақтаға өтініш, яғни тақтаға не істейміз? Қараймыз. Look at the board. Енді мына цынды орындай салайық. Мына орындап біткеннен кейін қайсысы именно студенттер айтады. Яғни оқушылар. Қай фразаларды көбінесе оқушылар айтады. Соны қосақ қойыңыздар. Мысалы, can you repeat that please? Оны оқушылар айтады. Дәл солай, мына ішіндегі қосшап шығасыздар. Мынаны толықтырып біткеннен кейін. Так, spelling your name. Дәл сондай тапсырма. Мына жерде сөздер берілген. Сол сөздерді мына жерге қойып, диалогты аяқтаймыз. Good afternoon. Қайырлы күн. Онда өткеніміз. Бұл да жауап береді. Яғни good afternoon. Яғни мына жерден аласыздар да afternoon-ды сызып тастайсыздар. Дегендей. Түсінікті ғой, сөйтіп толықтырып шығасыздар. B дейді. Write the words to make questions. Мына жерде әдеттегідей сөздер берілген. Осы сөздер ол толық сөйлем емес. Соны біз толық сөйлем қылып құрастыруымыз керек. Мынаған қарап құрастырасыздар. Мынау мысал берілген. Осы мысалға қарап қана құрастырасыздар. How spell last name. Так, how'ды қоямыз. Do you дейді. How do you spell your last name? Дәл тура солай. How do you spell your first name? Сөйтіп, мынаның бәрін толтырып шығасыздар. Last name дегеніміз айттық, фамилия, first name дегеніміз аты, city дегеніміз қала, your country дегеніміз ол қай мемлекетіңіз. Яғни how do you spell дегенімізді айтып кеттік, иә? Оны қалай жазылады деген сөз ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Сіздің атыңыз қалай жазылады? Сіз осыны айтасыз. Әріптеп, алфавит бойынша әріптеп айтасыз. Болды. Мен үй жұмысы аяқталады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі сабаққа дейін орындап келіңіздер. Мен бұның шығарылу жолын жауабын басқа видеода көрсететін боламын. Сонымен сау болыңыздар, достар.